Сәлем көріктім. Сүтті газда тасытпай пісірудің ережелерін айтатын болам. Менің парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Өміріңізде бір рет болсын сүтті пісіріп, оны тасытқан шығарсыз. Сүтіңіз тасығанда қосымша жұмыс пайда болады сізге. Ыдысыңыз кірленеді, газыңыз былғанады, және сүттің көлемі азаяды. Сол себепті осы әдістерді пайдалансаңыз, ондай қателіктерді болдырмауға жол бермейсіз. Ең бірінші ереже, ыдысыңыз биік болу керек. Ол дегеніміз, шіп толтырып ыдысқа сүтті құймайсыз. Ол тасу қаупі жоғары болады ондайда. Екінші ереже, мынандай ағаш қасық, тамақ араластыратын қасық барлық үйде бар шығар деп ойлаймын. Осы қасықты сүттің бетіне қойып қойсаңыз, ол тасытпайды сүтті. Тасысады, сол көлемнен жоғары көтерілмейді. Үшінші ережеміз ең тиімді ереже. Шит маймен ыдыстың шет-шетін майлаймыз. Сол кезде сүтіңіз тасыған кезде майланған шеттен ары қарай жоғары көтерілмейді тасынған сүт. Және ең бастысы, орташа отта пісіресіз. Қатты отқа қоймаңыз. Сіздермен болған мен Алуа Омар. Менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.